Осыдан бірнеше жыл бұрын Қапшағай қаласының аты ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастауымен Қонаев болып өзгеріп, Алматы облысының орталығы болды. Сол кезде Қонаев қаласының халқы өте қатты қуанған болатын. Барлығымыз білеміз, бүгін президент Алматы облысында жүр. Ол кісінің шынымен де айтуы бойынша қазіргі таңда дәл осы Қонаев қаласының дамуы өте бәсең. Инфрақұрылымы, жалпы айтқанда инфраструктурасы өте баяу дамып жатыр. Ал негізі Қонаев қаласына расымен де артылған үміт өте зор еді деді. Және де ел президенті мынау әлеуметтік желіде Қазақстанды штрафстан деп кемсітіп жүргендерге де өзінің бір сыни пікірін айтты. Бұл жайында негізі менің өзімде бұрындары айтқым келген, бірақ біздің аудиторияның қалай сені жеп тастайтынын білеміз ғой. Жалпы мен айтқым келеді, осы біз өзіміз елімізді сүймесек, біз егерде өз елімізді өзіміз кемсітетін болсақ, басқалар бізге не істемейді. Әлеуметтік желіде ашып қарасаңыз, комментарийда қазақты көре алмайтын, қазақты жеп көретіндердің барлығы Қазақстан емес штрафстан деп жазады. Иә достар, олар ол дүниені қайдан көрді? Әрине үлкен өкінішке орай өзімізден. Себебі біз өзіміз өз елімізді дәл осылай кемсітетініміз ақиқат. Құрметті қазақ елі, бір нәрсені түсінейік, Қазақстаннан басқа біздің отанымыз жоқ. Жақсы болсын, жаман болсын, біз өз еліміздің ең бірінші патриоты болуымыз керек. Сонда ғана бөтендер, басқалар бізді сыйлайтын болады. Және ел президентінің тағы да бір айтқан дүниесі мынау Алматы облысындағы Алатау қаласы туралы. Бұл қала болашақтың қаласы деп о баста айтылған болатын. Яғни алдыға қойған мақсат сол. Бұл қалаға өте көп жан-жақтан инвесторлар тартылып, жасанды интеллекттің қаласы қылып, жаңағы туризмнің, экономиканың қаласы болашақта болатыны ақиқат деп дөп басып айтылған болатын. Және ол мақсатқа Алла амандығын берсе, біз жетеміз. Иә, шынымен де ел президенті де осы қала туралы осындай дүниелерді айтып жүр. Нақты айтатын болсақ, бұл жерде ой не істейді о қаланы, одан да мектеп салмай ма дейтіндерге жауап болсын. Мысал ретінде алатын болсақ, Дубай мен Сингапур. Құдай сақтасын, күндердің күнде қазақтың мұнайы біткен кезінде біз дымсыз қалмау үшін Алатау қаласы салынып жатыр. Себебі Алатау қаласы дәл осы Дубай мен Сингапур сияқты туризмнің, экономиканың, жасанды интеллекттің қаласы болу керек. Рас, Сингапур мен Дубайда мұнайға ғана барлығын артып қоймай, осы қалаларды салу арқылы өз экономикасын, туризмін өте қатты дамытып алды. Сондықтан құрметті қазақ елі, жамандай бермей қолдайық.